Қадірлі шәкірттер мен мектеп түліктері, ардақты ұстаздар және ата-аналар, 25 мамыр барлығымыз үшін ерекше күн. Үш оқушының әкесі ретінде мен де бүгін көпшілігіңіз сияқты сезімдемін. Қуаныш, толқу және мақтаныш. Бүгін біздің оқушыларымызды, мұғалімдер мен ата-аналарды мақтаныш сезімі бөлеп отыр. Өткен оқу жылы ерекше болды. Барлығымыз қашықтықтан оқыту мәселелерімен бетпе-бет келдік. Қиындықтар болды, бірақ осы кезінде сәтті өттіңіздер. Дистанционное обучение в очередной раз подтвердило стойкость наших детей, учителей и родителей в стремлении дать и получить прочные знания. Вы приняли неожиданные изменения и быстро освоили новые методы обучения, гордо пронеся имя жителя Павлодарской области. Наш регион один из лидеров казахстанского образования. 67 золотых, 57 серебряных, 86 бронзовых медалей. Это победы наших школьников на республиканских, международных олимпиадах и в научных соревнованиях в минувшем учебном году. 189 выпускников претендует на алтын белгі и 151 на аттестат с отличием. Бұл жетістіктер біздің ұстаздарымыздың еңбегі. Сіздер білімді және бәсекеге қабілетті ұрпақты тәрбиелеу ісіне әрқашан адалсыздар. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлы айтқандай, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Білім беру жолында шығармашылық табыс, қажымас қайрат тілеймін. Біздің түлектерге бөлек айтарым бар. Облыста 4000-ға жуық тұрғын мектеппен қоштасуда. Мен сіздерге өмір жолында сәттілік тілеймін. Дорогие выпускники, следуйте своим целям, мечтам и призванию. Стремление к самореализации и непрерывное получение новых знаний способны привести к самым большим достижениям. Уверен, вы достигнете высот в выбранных вами сферах. Желаю вам успехов и нерушимой веры в себя. Мен барлық оқушыларға, мұғалімдерге және ата-аналарға алғысымды білдіремін. Баршаңызды оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Жалынды жастарға сәт сапар тілеймін. Мектептің бүгіні мен болашағы жарқын болсын.